ең мықты күйі, күй басы олардың. Баяғы түсте ауыл қожалығы мерекешілері үшін естірімізді бастаймыз деп тұрда ойнайтын күй бар еді. Осы күйді кейде естіп жылағым келеді. Ойнап берейін жігіттердің құрметіне. Ауыл қожалығы естіру мерекешілері үшін естіруімізді тауысамыз. Музыка бастағанда әбетке қайта бересің ғой. Ол жерде концерт сесті болып қой, шайт болды. Енді мынау Дәулеткерейдің Құдашша деген күйі бар еді, біздің ағылас бұғылас барлық қыздарға арнап Құдашша. Алау безді отырған, бойында отырған құстар бір айдылады, бір
Әрі қарай жалғастырып іліп әкеткен Үстұрған, Қалаш, Әлима, үш жерде жүрген қыздар енді шындығында маған айтып жатыр ғой жігіттер, 44 күн бұрын алдым дейді. Мен де сол қашан болады, жаңа жылдан бастап биыл 16 ғой, 40 жыл болатын шығар деп елеңдеп жүргенде болайын деп жатыр дегенде де елеңдеп қуанып жүріп, осы бәрімізді елеңдеткен, қуантқан қыздарға рахмет дей отырып, өздерінің осы Қалаш пен Әлиманың ақ тілегін естейікші, жарылған, ағынан жарылған тілегін. Үстұрған, сен де екеуің қыздармен кел, үшеуің. Бағанадан бері жақсы отырыс болды деп ойлаймын өзімше. Бәрің жақсы атсалысасыңдар. Валя идеяның авторы ең бірінші ВЦ-ны ашты, бәрімізді бір күн кеште үйге болсам, WhatsApp-ты ашып еді. Мен ана бұқаны қарайтайым ғой, бір күн қарасам, Валя қарсы Валяның сурет шығып жатыр кезде, Қалаштың Әлиманың сурет шығып жатыр. Мен деп қараймын, не болған сиқыр деймін ғой, білмейтін едім. Содан басталды Валя саған көп рахмет. Сен осы класстастарыңның бәрін қосылған себепші болдың. Саған көп рахмет. Менің сау болсын, балашық болсын. Мына достардың барлығының басын қосып, міне бүгін бәрі ақ тілегін білдіріп жатыр. Тілеймін осы отырыс әрқашан алға қарай жылжи берсін. Балаларымыздың ертең аманшылықта немерелеріміздің осындай мерекелеріне бірімізге келе алсақ, келе алмасақ шақырғайлы болсын. Мына алыстан келген, Алматыдан келіп жатыр, астарымыз келіп жатыр.
Орынбегіміз келіп жатыр, мына туған жерімізден Базекең келіп жатыр, Тұрдекең келіп жатыр. Барлықтарыңа рахмет, осында атсалысып жатсыңдар. Мына әрқашан мына үйлеріңде амандық болсын, аманшылық болсын, еліміз тыныш болсын. Еліміз тыныш болса, аманшылық болса, бәрі болады. Деніміз де сау болсын сонымен бірге. Мына атсалысып жүрген қалаш, осы ресторан жағын шешіп жүр Әлем екеуі. Осы қыздарымыздың арқасы бәрі күтіп жатқан. Келгендеріңе көп рахмет. Біз ойлаған жоқпыз осынша адам жинаймыз деп. Сау болыңдар. Мағлұмат берейін. 10 жылдықты бастаған кімдер деген сұрауға көп адам жауап бермейді. Мектепте 5 тарихында ұшырасу деген нәрсені осы біздер Орынбек. Оның авторы Қалаш болады. Қалаш па? Соны айтып отырмын. Әрі қарай біз жалғастырып ұйымдастырып. Одан оның аржаны ондай нәрсе болмаған. Бізде жаңа 20 жыл осыны айтып өттік. Айтамыз. Біздерден одан бұрын болмаған, одан кейін жалғасып кетті да, соның үшін әмі мұна естігендер естісін деп отырма, 5-ші мектеп тарихында ұсындай ұшырасуды жүргендестіру 1976 жылы тіркеушілер бірінші қадамды бастаған. 76 тіркеушілер бастаған. Алдынан да активист ондай жұмыстарға. Сол бірінші мәрте бастаған. Оны бастаса, енді бастаған шығар. Мен бірақ оның ішінде болған жоқпын. Мен тарихты айтып отырмын. Мектеп тарихын айтып отырмын. Мектеп тарихын айтып отырмын. Һәм соны сол уақытта бастаған мына жігіттер қызлар. Ал жігіттер, қыздар, қош келдіңіздер дейміз. Мына 40 жылдықты белгілеп жатырмыз. Оқып тұрғанымызға мен 40 жыл болдық. Бас қосып бәріміз қуаныштарымызды бөлісіп, осы дастархан басында манадан бері отырып қызықтап жатырмыз, билеп жатырмыз, өлең айтып жатырмыз. Әркім білген, көрген білген баяғыдан бері еске түскендерін айтып жатыр. Осындай отырыстарымыз көп болсын. Әр уақытта тек қуанышта, жақсы күндерде кездесе берейік деймін. Бәріміз де бір үйдің шаңырақтың иесіміз, біріміз сол үйдің кемпірі болсақ, біріміз шалы болдық осы күнге дейін. Немере сүйіп жатырмыз, ұл қыз сүйіп жатырмыз. Құдай тек жақсы күндерінен айырмасын, осылай достығымыз ары қарай жалғаса берсін. Валяны бәріміз кіләнап жатырмыз ғой, қыржылдықпын. Бастаушысы осы кісі деп. Саған да сау бол, рахмет. Мен енді арасында қосып жіберіп жатыр, бірақ мен қатты жүгіргенім жоқ енді. Қалашпенен ысырған шақырып адамдар вперед дейіп. Бірақ екеуінің арасында енді мен қосушы әңгімені. Осы екеуі жалғастырып, осы екеуі жүгіріп жүр. Мен оның арасында әртүрлі шаруаларым бар, өзім жұмысым бар, одан анда-мында кетіп қалып жатырмын. Екеуіне рахмет. Бәрін ұйымдастырып, осынша халықты жинап, бәріміздің басымызды жиыстырып осылай. Бәріміз бүгін бір дастарханның басында, ақ дастарханның Ақордада отырмыз. Ал бәріңе осы ары қарай келесі 45-50-55-терді осылай бірге отырып, қарсы алып, қызықтап жүре берейік деймін. Өмірдің осы да бір қызығы шығар. Достығымызды, баяғы 1-ші классқа барғанымызды бұл 50 жыл бұрынғы. 66 жылғын еске алып, міне бәріміз ортаға салып жатырмыз. Оның ішінде де менің де көп есімде әртүрлі жағдайлар бар. Оның бәрін қазір мен айтып жеткіре алмаймын. Уақыттың бәрін аламын. Өзім семьямның жағдайына келсем енді шалының былтыр кетіп қалғанын бәрін естідіңдер. Мен оны айтып, көңілімді босатпай қояйын. 2 ұлым бар. Үлкенім 82. Юрфак бітірді. Ішім 84. Врач.
Biz Құдайға шүкір 5 немерем бар, ішінде жалғыз қызым. Осылай өмірім. Басқа не айтам? Сен жарты көргеніме қуаныштымын. Мысалға мен шашақты 40 жылдан мен бірінші рет көріп отырмын. Оқуды қалай бітіріп, аяғы Валя жылап, бәріміз қоштасып кеттік. Одан кейін мен шашақты міне бірінші рет көріп отырмын. Сосын Абат, біреуі Құрлыбай, көрмегенімнің ішіндегі. Басқаларын енді көріп жүрмін былай арасында. Сол осы кісіні мен бүгін бірінші рет көріп жаттым. Құдай осындай жақсы күндерінен айырмасын. Сіздерге рахмет, бастауыштар. Активистер. Балшай бастан болайын. Қадірменді классыстар, шынымен де бүгін бір үлкен толқуда осы 40 жылдық кездесуді уақытын белгілеп алдық, қалай болар екен деп содан бастап толғату басталды ғой енді. Күнде жақындаған сайын. Енді көпшіліктің бағылып табу оңай емес, бізде енді барынша осылай жасап жатырмыз енді. Бұл тек қана осымен шектелмей, ертең Құдай қаласа, ертең мешітке кіріп шығамыз, арамыздан кеткен достарымызға Құран бағыштаймыз. Содан кейін біздің үйге кіріп шай ауыз тиіп шығамыз, себебі уақытымыз тығыз. Бәрімізде де жаңағы бір етпер неғылатындай шама бар, бірақ енді уақыттың тығыздығына байланысты біздің үйден шай шығамыз, одан кейін сағат 1-де ары қарай енді мен программаны айтып жатқаным ғой. Теңіз жағасына барып, сол жерде отырысымыз жалғасады. Содан кейін Қорғанбайған үйіне келіп жалғасамыз. Сол жерден тарасып, кететіндерді шығарып саламыз дегендей. Сондай. Сол енді мен де өзім жаңағы баршаңызды құттықтаймын. 40 жыл болды шынымен де көзді ашып жұмғанша бір адамның тағдыры былай қарағанда. Мен де бүгін Оразгүлді по-моему көрмеген сияқтымын 40 жылдан бері. Шашақты мен көрмеген сияқтымын. Ғарсаттан көрдім. Батышты мен 40 жылдар көріп отырмын. Темірбайды мен 40 жылдар көріп отырмын. Құлай базарлы 40 жылдан кейін көріп отырмын. Жоқ, сендерді көрдім ғой енді. Сол енді мынау алыстан, Алматыдан, Алатаудың баурайынан келіп жатыр классыстарымыз. Оның бер жағы Жамбылдан келіп жатыр. Темірбай Жамила келіп жатыр. Өзеннен, Бейнеуден келіп жатқан, осы Ақтаудың іші, жалпы Маңғыстаудың ішінен келіп жатқан барша достарымды құттықтаймын осы бүгінгі кездесу кешіменен. Кездесуде бір уақыт келіп жатады ғой, осы кездескеніміздің өзі бір ғанибет деп ойлаймын. Енді бағана бәрі де өздерінің өмірбаянын айтып жатыр. Мен де өзімнің өмірбаянымды қысқаша айтып кетейін. Сол баяғы мектеп бітіріп кеткеннен кейін 78 жылы наркоз институтына түсіп, 82 жылы бітіріп келдім. Келгесін бір аяқ жұмыс жасадым. Содан кейін өздеріңіз білесіз, ауылда алып қашудың құрбаны болдық. Содан кейінгі өмір, семейге өмір белгілі ғой, война и мир дейді ғой. Сондай өмір тірлік басталды дегендей. Сонымен енді қазір енді Құдайға шүкір, менде бір қыз, 3 ұлым бар, 4 немере бар. Үлкен қызым ұлы жүзде Алматыда тұрмыста, бір құрылыс компаниясында бір отделді басқарады. Одан кейінгі ұлым осында Маңғыстау энергия мұнай мекемесінде жұмыс жасайды, Термин халық банкінде жұмыс жасайды. Олар бөлек тұрады. Одан кейінгі 3-ші ұлым, ол да сол жалпы мынау әскери қызметкер болып жұмыс жасады. Қазір енді бір кішкене жеңдерімен бірігіп бір бизнеске араласып жатыр жақыннан бері. Қолында келінім бар, екінші келін
жалпы үшкен кеше осы мына қыршылыққа бізге шашу дейін ба, ең кенже балам келін әкеліп жатыр, осы қыршылықпен қабаттасып. Арасында соның шаруасына жүріп кетіп жатырмын. Той енді алдымызда ертең август айында, мына оразадан кейін кеше өткен суббота күні бетін ашып, үйге жасап жіберді, шағын бет ашып жасап жіберді. Той оразадан кейін, Құдай қаласа тойға шақырамын, баршаңызды. Тағы не қалды айтылмаған. Енді мынау бүгінгі кездесуде бір керемет шумақтар есіме келіп тұр. Ойын қырың, отаның түрленгенде, жан жағыңды жатықтай бүркенгенде, қарсы алмайсың, сен неге жар салмайсың, анда-санда Маңғыстауға біз келгенде, тіршілік